Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Золпиева. Каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 9 сынып химия, 7 параграф, тұздар гидролизі АБС есептермен тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші бізде А тапсырмасы бойынша бізде натрий карбонаты, яғни натрий 2CO3-тің сілтісімен қышқылын алатын боламыз. Ол кезде натрий OH күшті негізбен әлсіз қышқыл болады, ортасы сілтілік болады. Яғни көк натрий OH-ның ортасы жаңағы сілтілік айтқандай көк, HNO3 бізде қышқылдық, яғни қызыл болады. Келесі мыс сульфаты, оған сілтісін және қышқылын аламыз. Купрум OH2 әлсіз негіз, H2SO4 күшті қышқыл, ортасы қышқылдық болады, қызыл. Натрий 2SO4 алатын болсақ, натрийдің сілтісі және күшті қышқыл H2SO4 аламыз. Натрий OH күшті негізбен күшті қышқыл болған жағдайда орта бейтарап болады. Күлгін өз түсінде қалады, өзгермейді, күлгін болып өз түсінде қалады. Яғни келесі бізде үшінші тапсырмада біз 4 жіктеуге жіктеп аламыз дағыны. Ары қарай формула бойынша ортасын анықтайтын боламыз. Мысалы, мырыштың карбонаты бізде сілтісімен қышқылын алатын болсақ, әлсіз негізбен әлсіз қышқыл болып саналады. Оны әлсіз негіз, әлсіз қышқыл деп бөлеміз. Кейін мырыштың нитратын алатын болсақ, әлсіз негізбен қышқылы күшті қышқыл болып саналады. Қорғасын хлоридінде, қорғасын ол да әлсіз негізбен күшті қышқыл болып саналады. Солай жіктеп жазасыздар. Б тапсырмасы бойынша ортасын анықтаймыз жаңағыдай. Әлсіз қышқыл, әлсіз негіз, әлсіз қышқылдығына байланысты гидролизге ұшырамайтын ортасын анықтаймыз. Мысал ретінде күшті негізбен күшті қышқыл болатын болса, гидролизге ұшырамайды, ортасы бейтарап болады. Енді С тапсырмасына келетін болсақ, бұл жерде жаңағы айтқандай 4 жіктеуге жіктеп аламыз. Күшті негіз, күшті қышқыл деген сияқты. Оны жіктеп болғаннан кейін, мысалы, калий NO3 алатын болсақ, бұл негізі күшті негіз, ал NO3 ол күшті қышқылға жатады, яғни қышқылы күштіге жатады. Калий 2SO4, калий хлорда, натрий хлор, натрий NO3-та. Бұл жерде екінші кестеге қарасаңыздар, күшті негізбен әлсіз қышқыл болып тұр. Бұл жерде калийдің негізі күшті, CO3-тікі әлсіз қышқыл болып саналады. Калий күшті, желицим OH әлсіз. Натрий күшті, NO2 әлсіз қышқылға жатады. Яғни осылай ажырата аласыздар. Енді осы бірінші нұсқа бойынша жаңағы жазатын болсақ, яғни калий 2 CO3-ті жаңа біз күшті негізбен әлсіз қышқылға жатқыздық қой. Яғни ортасы сілтілік болады, pH үлкен болады 7-ден. Осыны ашып жазатын болсақ, жеке-жеке иондарға ыдыратып аламыз. 2 калий плюс, CO3 2 минус, плюс H2O. Реакциядан кейін 2 калий плюс, плюс 2 OH минус, плюс H2CO3 болады. Енді мен бұл жерде сіздер түсінбей қалама деп үстің қысқартуын сызып тастаған жоқпын. Сіздер сызып тастап жазсаңыздар болады. Мысалы, реакцияға дейін калий мен калийді қысқартамыз. Сол кезде бізде не қалады, соны жазамыз үшінші теңдеуге. CO3 2 минус, плюс 2 H2O, реакциядан кейін 2 OH минус, плюс H2CO3 деп. Енді бұл жерде 2 OH-ты көріп тұрсаңыздар, бұл жерде орта сілтілік болып тұр. Не себепті? Өйткені pH үлкен болып тұр 7-ден. Сондықтан ортасы сілтілік болып саналады. Одан кейін бізде калий 2 силициум O3-те, ол да бізде күшті негізбен әлсіз қышқылға жатады. Оған су қосу арқылы реакция теңдеуін жазып, теңестіреміз. Міндетті түрде иондарын анықтап, жаңағы 3 теңдеу бойынша жазамыз. Енді бұл жерде де соңына қарайтын болсаңыздар, 2 OH қалады 3-ші теңдеуде. Бұл жерде сілтілік болады. Себебі 7 pH үлкен болып тұр 7-ден. Одан кейін бізде натрий NO2, ол да күшті негіз, әлсіз қышқыл болып саналады. Енді ары қарай өздеріңіз солай істей бересіздер. Бұл жерде мен 2-шеуін ғана көрсеттім. Қалғандарын дәл солай
істей бересіздер. Бұл жерде де натрий NO2-де ортасы сілтілік болып тұр, pH үлкен болып тұр 7-ден. Енді натрий 3,4 бірінші сатысын алатын болсақ, оған су қосып аламыз бірінші. Одан кейін теңдеу бойынша жазамыз. Қайтадан натрий 2H4 жазамыз. Бұл жерде тағы да су қосып аламыз екінші сатысында. Ал үшінші сатысында қайтадан натрий H2PO4-қа су қосып, натрий OH және H3PO4 орта фосфор қышқылы түзіледі. Енді байқап қарасаңыздар, бұл жерде екінші теңдеуге қарасаңыздар, натрий мен натрийді қысқартып жіберіп, енді үшінші теңдеуде H2PO4 минус қосылған H2O реакция нәтижесінде OH плюс H3PO4 шықты. Ортасы сілтілік болады. Не себепті? Өйткені реакциядан үшінші теңдеуге қарап, реакциядан кейін мысалы OH тұр ғой, соған қарайсыздар да ортасы сілтілік екенін анықтаймыз. Яғни 7-ден pH үлкен болып тұр. Бұл бізде болады орта сілтілік деген сөз. Енді сіздерге бір мысалдан үлгі ретінде көрсеттім. Жаңағы 4 жіктеуге жіктегендегі реакцияларды мысалы өздеріңіз істеп жазсаңыздар болады. Тағы да бір айта кететін жағдай, күшті негіз бен күшті қышқыл ол яғни гидролизге ұшырамайды. Оны иондарға ыдыратып, ортасын анықтаудың қажеті жоқ. Ортасы сразу біз бейтарап екенін білетін боламыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы қазақша арнамыздың дамуын қолдап отырыңыздар.